және тәнуин сукунды нунға қатысты үшінші қағида иқлаб. Иқлаб тілдік мағынасы ауыстыру, өзгерту, төңкеру деген мағынаны білдіреді. Ал енді бұл біздің тәжвид тілімінде бұл да сукунды нун немесе тәнуин, сукунды нун немесе тәнуин нен кейін бә әрпі келсе, яғни бә әрпіне жолықса, онда нун әрпі, тәнуиндағы сукунды нун мим әрпіне айналып, және ғуннамен, ғунна деген мұрыннан шығатын ыңылдаған үні, сол ғуннамен оқылады екен. Мысал қарайық. Мин бәди. Біз айттық, сукунды нун бәға жолықса, бә әріпке, ендеше бұл нун мимге қалып болады. Қалып деген өзгереді, ауыстырылады, ауысады. Сонда мим бәди болады. Мин бәди сөзі мим бәди. Сәл ұстаймыз. Сәмиун басирун болса, сәмиун басирун. Сәмиун басирун. Ләюн бәдәнна болса, ләюн бәдәнна. Ләюн, яғни нун, сукунды нун мимге айналып кетті. Ләюн бәдәнна. Қараңыздар, сонда бізде әл-изхар, бірінші ереже изхар. Онда еш нәрсеге айналмайды, қосылмайды, ауыспайды. Ашықтан ашық оқылады изхарда. Екінші идғам болды. Идғамда ол қосу, біріктіру деген сөз. Сукунды нун немесе тәнуин бірігіп қосылып кетіп жатады өзінен кейінгі тұрған әріпке. Ал иқлабта иқлаб, онда уже ауысып жатыр. Яғни зәуджин бәхиж болса, зәуджин бәхиж. Тәнуин сукунды нуны бар ғой, сол мимге айналып кетеді. Зәуджин бәхиж, зәуджин бәхиж. Енді қасиетті Құранда бізге жеңілдік ретінде, мысал қараңыздар, бұл аятта әуәләм яхди лилләзина ярисунәл арда мин бәди. Яғни қарасаңыз, нун бұл жерде сукунда, ешқандай харекеті жоқ деген сөз, ол сукун бар деген сөз. Және одан кейін бәди келген. Бірақ мим әріпін салып қойған. Не үшін? Яғни бұл иқлаб ережесі. Мына нунды мимге ауыстыр деген мағынада. Сонда мим бәди деп оқып жалғастырамыз. Ендеше бұл бізге иқлабты қасиетті Құранның баспасында жеңілдік ретінде бүйтіп салып көрсетіп қояды екен. Ал егер тіпті мына мимді салмағанның өзінде де біз оны иқлаб екендігін ережеден білу керек екенбіз. Сондықтан бұл ереже иншалла жеңіл. Сукунды нун тәнуин мимді айналдырып ғунна ретінде ұстап оқимыз екен. Және соңғы, яғни сукунды нун тәнуинге қатысты 4 ереже бар дедік қой. Соңғысы ихфа, 4-шісі. Ихфа деген жасыру, яғни бүркемелеу деген мағынаны білдіреді. Ал тәжвид тілімінде сол тәнуин және сукунды нуннан кейін мына 15 әріп келсе, та, та, джим, дәл, зә, син, шин, соп, дот, та, ла, фә, қаф, кәф деген әріптер, яғни жоғарыда аталып кеткен біз алған әріптерден басқасының барлығы келсе, онда осы ихфа ережесі жүреді. Яғни сукунды нун немесе тәнуин мына әріптердің махражына сәйкес жасырылып оқылады. Яғни қараңыздар, жәннатин тәжри болса, біз онда жәннатин, тәнуин келді, одан кейін тә келіп тұр. Тә ихфаның әріптеріне кіреді. Ендеше біз тәнуинді изхар сияқты ашықтан ашық оқымаймыз, жәннатин тәжри деп. Немесе идғам сияқты жәннатит тәжри деп қоспаймыз, себебі бұл идғамның әріптеріне кірмейді. Немесе біз иқлаб сияқты бұны мим әрпіне айналдырмаймыз. Ал ихфа деген ол жасыру. Ендеше біз тәнуинді жасырамыз. Жасырғанда да келесі әріптің махражында жасырамыз. Мысалы, тәнің махражы бөлек, тәнікі бөлек, жемдікі бөлек, әрбір қандай әріп келеді, сол әріптің махражында жасырамыз. Сонда жәннатин тәжри, жәннатин тәжри, келесі жасырылып тұрған әріптің уже яғни несі біліну керек,
махражы білініп тұру керек естуші адамға. Джаннатин тәжри. Мән таба. Та әрпі, яғни нун келді, одан кейін та келді. Ихфа ережесі жүреді. Тәнің бізде махражы қай жерде? Тілдің ұшы жоғарғы тістің қызыл етіне тию арқылы. Сонда мән таба деп жасырылады. Мин тәмәрихи. Са әрпінің махражы тілдің ұшы екі алдағы күрек түстейміз, ал сол екі тістің ортасына кіргізу арқылы, сонда мин тәмәрихи. Айнун жариятун. Джим әрпі тілдің ортасына махраж. Ендеше айнун жария. ومن سبق فانصب صد жуан әріп. Сондықтан фансоб жуан түрде жасырылады. Қуатин ضعفа لمن شئت منذر نفس ذائقة كوكب دري من دياركم غلاما زكيا كلمة طيبة ولكن ظننتم من فئة فتح قريب من قبل. Мин дегенде арғарай қаф әрпін айтайын деп жатқанын біліну керек. Мин қабыл. Китабун кәрим. Мин күлли деп. Осылай 15 әріпті 15 түрлі махражда жалпы жасырамыз екен. Алайда басында жеңіл болу үшін деген сияқты қылып айта берсеңіздер болады. Ең бастысы сол тәнуинді және нунды жасырып қалуымыз керек екен. Осымен тәнуин және сукунду нунға қатысты 4 ереже тәмамдалды. Алда бізде сукунду мимге қатысты 3 ереже күтуде. Алла Тағала баршамыздың білімімізді арттырып туралыққа бастасын. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.